Құрметті оқырмандар, мына бізде қазір жастар келіп, мына бедеулікке қарсы тағы да басқа да емдерді барлығы түгел алып жатыр. Оның себебі қазіргі жастар көбінесе мына жалаңаш жүреді. Кіндіктері ашық жүреді, суық жерге отыра салады. Қыстың күні аяқтарына жаңағы киетін аяқ киімдерін білесіздер қандай, қалың етік дегенді киіп, аяғына ішіне ұлтырақ салу деген оның барлығы түгел қазір қалған. Ана тобықтары көрініп, жалтырап нәскилерінің түрілері анау. Содан кейін денелерінің барлығы суық алғаннан кейін олар қайтып бала көтерсін. Соған қарсы мына менің жолдасымды барлықтарыңыз білесіздер, Маржан Сиязовнаны. Ол кісі өз тарапынан жаңа гуфи бау арқылы қыздардың жаңа жатырларын барлығын не алады. Ал бізде өз жағымыздан осы биоэнергия массаж арқылы, тим арқылы ол кісілердің денесіндегі мына женский органдарындағы барлық суықтарын түгел шығарып, қазір көмектесіп, соның арқасында біздің осы соңғы кезде нәтижелеріміз өте жоғары, келген кісілердің барлығы түгел көтеріп, бала сүйіп, өте жағдайлар дұрыс болып жатыр. Сондықтан сіздерден де егер сондай бір проблемаларыңыз болатын болса, Алла кенесін сақтасын, бірақ енді сондай бір проблемалар болып жатса, келіңіздер, емделіңіздер, ана болыңыздар, бала сүйіңіздер.